Сәлем достар. 2022 жылдағы қаңтар оқиғасынан кейін президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың шешімінің бірі Қазақстан халқына деген қор ашу болды. Осы уақытқа дейін бар жағдайларын жасап байып кеткен олигархтар мен кәсіпкерлер ешкіммен бөліспей келген. Енді тапқан ақшаларының бөлігін халықпен бөлісетін уақытының келгенін айтты. Қор ашылғалы оның қорына миллиардтаған теңге жиналған деген ақпарат интернет желісінде толып жүр. Бәрімізге қызығы осы қорға қанша ақша аударды және кім аударды? Осы сұрақтың жауабын білу үшін видеоны соңына дейін көріп, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақстан халқына деген қорға Қазақстанның ең ірі компаниялары, заңды мекемелері, жеке қайырымдылық қорлары, ірі кәсіпкерлері және басқа да кәсіпкерлер ақша аударған. Нақтырақ айтатын болсақ, Қазақстанның ең ірі компаниялары. Қазақстанның басқа да заңды компаниялары.
жеке қайырымдылық қорлары. Қазақстанның ірі кәсіпкерлері. Қорға жалпы сомасы 151,5 миллиард теңге түскен және 76.780-нен астам демеушілер қолдау көрсеткен. Бұл қор кімге қандай көмек көрсеткендігі туралы білгілеріңіз келсе, видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар және комментарияда жаза кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.